Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Осы менің бүгін YouTube сабағымда, алғашқы сабағымды қолымызды тоқымаға үйрету үшін оңай шаршылар тоқуды үйретемін, шаршы тоқуды үйретемін. Ол үшін алдымен өзімізге қажетті жіпті, кез келген жіпті алуға болады. Енді мен бүгін үйдегі бар жіпті алдым және тоқыма крючогын аламыз. Мендегі ең алғашқы пайдаланған крючогым осы. Менің 3,5 мм ұстауға ыңғайлы крючогты мен осындай тәсілде ұстаймын. Кейбіреулер мына тәсілде ұстайды. Маған мынау ыңғайсыз, сондықтан мен осы тәсілмен ұстаймын. Яғни әркім өзінің ыңғайына қарай крючогты ұстай береді. Енді алдыменен жұмыс ілмегімізді жасап аламыз. Ол үшін жібімізді қолымызда саусағымызға орап, осының арасынан жібімізді аламыз. Бұл бізде жұмыс ілмегі деп аталады. Мынау жұмыс жібі. Осы бір ғана ілмек жіппен біз шаршыларды тоқитын боламыз. Бірінші ауада 5 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек тоқыдық. Міне бірінші ілмекке, яғни мына тоқып бастаған бірінші ілмегімізде осы ілмекті істейміз, байланыстырамыз. Бұл бізде байланыстыру ілмегі жасадық. Бізде осындай шаршы, яғни сақина шықты. Енді біз екінші қатар тоқу үшін ауада 2 ілмек жасап аламыз. 1, 2. Бұл бізде тірек бағанның қызметін атқарады. Енді бір қос тоқымадан біз екеуін тоқимыз. Міне, мынау біріншісі, мынау екіншісі, демек екеуін бірге бір ілмекке алсақ, бұл бізде қос тоқыма деп аталады. Бір қос тоқымадан біреуін тоқыдым. Енді тағы біз соңына дейін аяқтамаймыз. Міне біздің крючогымызда 2 ілмек пайда болды. Соңына дейін аяқтамаймыз. Енді екінші бір қос тоқымамыз тоқимыз. Міне 1, 2. Міне, сонымен біздің крючогымызда 3 ілмек пайда болды. Осы 3 ілмекті біріктіреміз, бір ілмекке саламыз. Сонда бізде күлтеше пайда болды. Міне, осы күлтешеден кейін тағы күлтеше тоқу үшін араға 2 ауадағы ілмек жасаймыз. Келесі екінші күлтешені тоқу үшін тағы бір қос тоқымадан енді біз үшеуін жасаймыз. Бізде манағы ауада тоқылған 2 баған, 2 ілмегіміз бізде мына жерде бірінші бағанның қызметін атқарған болатын. Яғни енді біз екінші күлтешені тоқу үшін бір қос тоқымадан үшеуін тоқимыз. 1, 2, міне 3. Үшеуін тоқыдық, үшеуін бір ілмекке алып күлтеше жасаймыз. Бізде күлтеше пайда болды. Тағы да ауадағы 2 ілмек. Енді үшінші күлтешені дәл солай бір қос тоқымадан үшеуін тоқу арқылы жасаймыз. 1, 2, 3. Үшеуін бір ілмекке біріктіреміз. Осы сақинаның бойынан, яғни дөңгелектің шеңбердің бойында бізде осындай, дәл осындай 8 күлтеше шығу керек. Міне көрермендер, мен 8 күлтеше жасадым. Енді 8-ші күлтеше мен 1-ші күлтешенің арасын байланыстыру үшін ауадағы 2 ілмекті жасап аламын. Соны мына жердегі 1-ші күлтешенің үстіне біріктіремін. Біріктіру ілмегін жасадық. Міне бізде араларында арка пайда болу керек. Осы аркалармен жұмыс жасаймыз. Келесі екінші қатарды бітірдік. Енді үшінші қатарды тоқуға кірісеміз. Ол үшін мына аркаға жақындап алуымыз керек. Алдымен тағы да ауада 3 ілмек жасаймыз. Бұл бізде тағы да тірек бағанның қызметін атқарады. Енді бір қос тоқымадан үшеуін тоқимыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек ілмек қыламыз.
яғни міне бір қос тоқымадан біреуін тоқыдық, келесі бір қос тоқымадан екіншісін тоқыдық және бір қос тоқымадан үшіншісін тоқыдық. Сонымен жалпы санайтын болсақ, бізде міне мына жерде 4 баған пайда болды, яғни столбик деп айтамыз, бұл жерде 4 баған пайда болды. Енді келесі мына арқаға тағы да 4 баған тоқу үшін алдыменен ауада 2 ілмек жасаймыз. 1, 2 ілмек жасадық. Тағы да бір қос тоқымадан 4-еуін тоқимыз міне. Демек бізде тағы екінші арқада 4 баған пайда болды. Енді шаршылардың бұрышын шығару үшін біз ауада 4 ілмек жасаймыз. 1, 2, 3, 4 ілмек жасаймыз. Енді келесі арқаға тағы да бір қос тоқымадан 4-еуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Бізде бірінші бұрышымыз шықты. Енді ары қарай осылай жалғастырамыз. 1, 2, міне келесі арқаға 4 қос тоқыма тоқу үшін біз 2 ауадағы ілмек жасап алдық. Тағы 4 қос тоқыма. 1, 2, 3, 4. Міне. Енді біз бұл жерден бұрышын шығарамыз. 1, 2, 3, 4. Бұрышын шығару үшін 4 ауадағы ілмек жасаймыз. Дәл осы ретпен мына жерге соңына дейін тоқимыз. Құрметті көрермендер, біз міне 3 бұрышын шығарып алдық. Бізде енді мына 4-ші бұрышын шығару үшін тағы да ауадағы 4 ілмек жасаймын және мына жердегі бірінші бағанға байланысты түймені жасаймыз. Сонымен бізде міне осындай шаршы пайда болды. Бұл бізде 3-ші қатар. Енді 4-ші қатар тоқу үшін біз мына жердегі ашық арқаға жетуіміз керек. Ол үшін өзара байланысты ілмектерін жасап келеміз. Енді 4-ші бағанды тоқу үшін бізге тағы да ауадағы 3 ілмек тоқылады. Бұл бізде тіреуіш қызметін атқарады, үнемі тіреуіш қызметін атқарады. Енді мына арқаға біз тағы бір қос тоқымадан 3-еуін тоқимыз. 1, 2, 3. Демек сонда бізде мына арқаның ішінде бізде 4 баған пайда болу керек. Енді мына жердегі мына арқаға өту үшін біз арасына 1 ілмек тастаймыз. Енді ауадағы 1 ілмек тастаймыз, 2 ілмек емес, 1 ілмек тастаймыз. Енді мына жердегі біз бұрышты тоқимыз. Ол үшін 1 қос тоқымадан 4-еуін тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3, 4. 4-еуін тоқыдық. Енді арасына ауада 2 ілмек жасап тастаймыз. Міне. Енді дәл осы арқаға қайтадан тағы да 1 қос тоқымадан 4-еуін тоқимыз. Төртіншісі. Демек сонда біздің бұрышымыз міне осылай әдемі болып шығады. Енді келесі ауада 1 ілмек тоқимыз да мына арқаны, яғни шашының бүйір қабырғаларын тоқимыз.
3 4. Міне. Енді бұрышқа жақындадық, тағы ауада бір ілмек. Енді бұрышты тоқимыз. Алдымен бір қос тоқымадан 4-еуін тоқимыз. Төртеуін тоқып алдық. Енді ауада 2 ілмек. Тағы бір қос тоқымадан осы арқаға 4-еуін тоқимыз. Сонда бір арқаға, яғни бұрыштағы арқаға жалпы саны бір қос тоқымадан 8 баған тоқиды екенбіз. 4-еуінен кейін арасына 2 ауадағы ілмек саламыз. Міне, бізде осылай шықты. Міне, құрметті оқырмандар, көрермендер, біз 4-ші бұрышты да шығардық. Енді мына соңғы ілмекті біз мына 1-ші бағанның дәл үстіне біріктіреміз. Егер де осылай шаршыны үлкейтіп, көлемін үлкейтіміз келсе, яғни біз дәл қазір мен сіздерге 4 бағаннан тұратын, 4 қатардан тұратын салфетканың тоқылысын көрсеттім. Осыны ары қарай жалғастырып кете берулеріңізге болады. Ол үшін мына ашық жерге, яғни мына жерге келіп алуымыз керек. Ол үшін байланыстыру ілмектерін жасай отырып келеміз. Манағы мен көрсеткен үлгі бойынша осы жерден ары қарай тоқып жалғастырып кетсек болады. Яғни біз мына жерде 3-ші қатардағы тоқыған схеманы жалғастырамыз, яғни үлгіні. Одан кейін 4-ші қатардағыны, тағы 3-ші қатардағыны, 4-ші қатардағыны осылай кезектестіріп енді жалғастырып кете береміз. Өзімізде қажетті көлемге дейін осылай апаратын боламыз. Егер менің бүгінгі сабағым көрсеткен тоқыма үлгім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, маған лүпіл басып кетсеңіздер, келесіде мен бұдан да сіздерге пайдалы сабақтар түсіруге тырысамын. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.